зерттеудің тиімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады. Биология сабағында зертханалық жұмыс жасау барысында жасанды интеллектіні барынша мүмкіндігінше қолданамыз. Ұлттық жобасы аясында ашылған мектебіміз қолайлы әрі инновациялық оқу ордасы. Оқушылардың ғылыми әулеті мен зерттеушілік қабілеттерін дамытатын бірден бір орта деп айтсам артық емес. Сонымен қатар оқушылардың зияткерлік қабілеттерін дамытуда тыс қалмайды. Инновациялық бағыттағы жасанды интеллекті мұғалімдер тарапынан тәжірибемен ұштасып қолданыс үстінде. Жаңа технологиялар сабақта тиімді пайдалану оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттыруда. Заманауи үлгіде жабдықталған оқу кабинеттері оқушыларымыздың аналитикалық ойлауларын, зерттеу дағдыларын және техникалық құзыреттіліктерін дамытады. Бұл әрине балаларымыздың ғылымға деген қызығушылығын арттыруда.